Енді көлден тұрып жерге тасатайық. Мini çay. Тамаша. Ya қауіптаймақ деп ya. Біз әрі қарай бәріне мен жанды өнім асым қуарлы отбасымның қамы айтам Біз Ақсеңгір ауылынан 3 отбасыны таңдап, оларға 30 қой және 2 ангус сиырын бердік. Жоба соңында қойдың санын көбейткен және сиырдың салмағын өсірген отбасы 10 миллион теңгеге ие болады. Бәріне сәлем, жаздың жадыраған күнінде көңілдері жаз. Бәріне сәлем, жаздың жадыраған күнінде көңілдері жаз, өздері мәз, жаман қылықтары аз адамдармен біз тағыда Құнар жобасында кездесіп қалдық. Бізде бүгін эксперттік бөлім қойдың қандай өлең айтатынын тексереміз. Бізде эксперттік бөлім қойды қырқамыз, қысқасын айтқан кезде жазға дайындап, дублемкісін шешіп, әдемі бір футболка беру ғой, егер бұлай бүйтіп ой елестететін болсақ. Сол қойдың қырқудың бүгін бізде Жәнібек мырза новый тәсілін, яғни заманауи машинкалармен қалай алу керектігін барлығын сіздерге үйретеді. Ал біздің блогерлеріміз және отағаларымыз қарап тұрып және практикалық ету. Бізде бүгін Жәнібек ағай, практикант ағай. Әрі қарай сөз кезек өзіңізде. Бүгін өте маңызды тақырып бізде қой қырқу. Біріншіден, не үшін қойды қырқамыз? Жақсы. Өзіңіз көріп тұрғандай, үсті басы жүн өсіп кеткен. Кір еще. Чаш десе. Еще кір. Осы былтырдан өсіп кеткен жүнді біз алу керекпіз. Ал не үшін алады? Қазір көктем келді, күн ысып жатыр. Сондықтан малдың күйі түсе бастайды. Егер жүні алынбаған болса, ол терлейді ғой. Жем, шөп, аз дейді. Микроб жиналады, кеме. Біріншісі. Екіншісі, жүні алынбаған болса, қотыр болады, кене басады, және неше түрлі құрттаған жерлер пайда болуы мүмкін. Сондықтан маңызды түрде қойды көктемде қырқып тұру керек. Біз оңтүстік өңірде орналасқанбыз, сондықтан мамыр айының басында басталады науқан жүн қырқу, жүн алу. Күн жылған ба кезде уже қыра. Солтүстікте мамыр айының аяғына дейін ала береді. Ал мысалы Шымкентті алса, ол жерде сәуір айында. Сәуір болмай тәуір болмас дейді ғой. Тамаша. Бізде машинка новый күшті. Бізде машинка бар. Енді прям заманауи технология деп айтамын. Бұл уже менің ойымша күнделікті технология болу керек. Барлығы шаруалардың бәрі осындай машинкамен қолдану керек деп ойлаймын. Себебі қайшы дегеніміз ол уже тарих. Бұрында 30 жыл бұрын қолданған нәрсе. Қайшымен де қырқуға болады, бірақ қайшының қауіпті нәрселері көп. Кесіп кетеді, тіліп кетеді. Дұрыс алмайды. Дұрыс алмайды. Содан кейін уақыт көп алады, 20-30 минутқа дейін уақыт кетеді. Ал машинкамен алсаңыздар, 5-10 минуттың ішінде тез қырқып өтеді. Безопасно. Адамға да безопасно, малға да безопасно. Енді қойдан сұрайық, қандай? Полубокс, бокс, модельный. Полубокс дейді ғой, екі жағынан ирокез жасап берсе дейді. Бұрын мен көрмегем қой қырқу туралы. Қой қырқуды жалпы мен мал шаруашылығында біраз нәрсе көрмегем. Сиырдың сауылғанын ғана көргем. Шек тазалағам, көргем көзіммен. Бұлай қырқуды көрмеппін. Бір көрсетіп жібересіз ба или сразу блогерлерге тапсырамыз ба? Сразу отағаларына тапсырайық. Бұл шығарылым ерекше болсын. Бұл шығарылымда ең бірінші бастайтын бізде жүргізуші болсын. Сондай ма? Давайте. Осы уақытқа дейін жасамадың. Рахмет осы стригунда бергендеріңе. Айтса кезекте беріп, мен қинап жібермегендеріңе ше. Өзім аша беремін ба сонда? Аша береміз. Ондай ма не сіздерің? Пока дайындалып жатқанша тағы да бірнеше қызықты нәрсе айтып өтейін. Бұл машинканың құны 50 мен 150 мың аралығында. 50 мен 150 мың арасында? Бол, дәке бастайды ма? 50 мен 150 мың дейді. Давай. Содан кейін қырқып жатқан кезде әр 5 минут сайын бұл машинканы майлап тұру керек. Майламасаңыздар қыздар. Мен 4 минут алам, әрі қарай 1 минуттан біреу қыздырады. Мен жақсы майлаймын, любой нәрсені. Қолымды берсе ғой.
Let's go. Қырқуды бастаған кезде аяғынан және қарын жағынан төбеге қарай қырқу керек. Сосын қырқан кезде бүйтіп парикмахерскийдан қырқады ғой. Қысқа короткий движениемен емес, ұзыннан максимально. Жалпы маған сеніп тұрсыңдар ма? Минус 1 қой емес па? Біздің ғой Болды. Дауысы қандай екен де? Кішкене қорқытып екен. Құрметті көрермендер, білмеймін мен нағып жанды жіберген де екен, бірақ мен бүгін қойдың жүнін алайын деп отырмын. Бір бөле қыламыз. Делай, дос. Бисмилля. Досым. Вообще ондай емес. Аяғынан үстіне қарай. Мына вообще. Сонымен, на уровне так кете берсей. Ау? Жоқ, мына жерде қатып қалған ғой мынандай денесі. Қараңыздар, достар, аңсаған қолынан келмей жатыр. Не себептен? Ол жақсы сұрақ, не себептен? Иә, тәжірибе жоқтықтан емес. Бұл малды қырқудың алдында суға тоғыту керек. Суға түсіру керек. Суға түскен кезде осындай жабысқаған балшықтың бәрі жібіп ағып кетеді, жүні көтеріледі, содан кейін қырқуға болады. Ал біздің бүгінгі қойымыз суға тоғытылмаған. Прямо тұрып қалып отыр ғой. Бұны енді шомылдыру керек қой бұны, Шомылдыру керек. Шомылған таза өз-өзіне қарайтын қойлар бар ма? Түнде ұйықтап жатқанда жуынып жататын қойлар бар ма? Мен аламайын ба, қолымнан кимеймін ба десем, өзі кимей тұрген. Қой қырқатынымыз ғой, әкемнің қойлары көп болатын. Әкемнің қойларын қырқуға Шу деген жерге баратын. Қырқатынбыз, жуындырған соң қайшы сияқты несімен. Мен қой ұстап тұр ғой, аяғын ұстап тұр, басын ұстап тұр ғой. Иә, ал құрметті достар, мен сіздерге қой қырқудың жолдарын түсіндіріп бердім. Сондықтан біз ары қарай жұмысымызды бастайық. Отағаларына бір қойдан тапсырамыз, олар машинкамен жүнін қырқып алады. Тамаша. Құрметті көрермендер, араларыңызда өздігімен бит. Бүгін қой қырқатын күн деп ойласаңыздар, онда қайшымен емес, машинкамен барынша қойдың безопасности үшін дейді, қауіпсіздігі үшін сондай нәрсе істеңіздер. Ақша құртпай қойын, пышақпен, қайшымен деген сияқты әңгімелерді ысырып қойыңыздар, өйткені ол қойға бір жарақат алып келуі мүмкін. Осындай бүгін бізде эксперттік час. Ішпәлі қымайды. Бұл өте маңызды сәттердің бірі, сондықтан құрметті көрермендер, қандай да бір қойға байланысты не істеу керек деген бір сұрақ туындап қалса, онда Құнардың кез келген эксперттік часын қосып қарай берсеңіздер болады. Біз әрі қарай жылжимыз. Ендеше біз сайысымызды бастауға дайынбыз. Дәуіт аға, Оралбек аға, Мадияр аға үшеумізде бір машинадан сайыстың ережесін және қалай жеңімпазды анықтайтынымызды біздің Жәнібек мырзамыз айтады. Иә, мен айтып өткенде бізде чек-лист бар. Чек-листтің ішінде бальная система оценки. Кім көп уақыт жаратады, сол көп бал алады. Ал соңында жоқ, наоборот, көп уақыт жаратады, көп бал алады. Ал соңында аз бал алған сол ұтады. Сәл басқаша екен сіздікі? Иә, кішкене өзгеше. Қызық болсын енді, бірдей болмасын деп. Жарақаттарына қараймыз. Кімде көп, кімде аз. Ұқыпты емес. Иә, жүні қалғаны, қалып қалмаған, таза қырқылған соғанына қараймыз және міндетті түрде басын ұстаңыз. Көбісі басындағы жүнін қалдырады. Және де енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл жас тоқтылар, жастары бірдей почти. Жоқ, бір жасқа енді келеді тоқтылар ғой. Бірақ отағалар өздеріне өзі таңдап алды. Иә, әр отаға өздеріне осы деп таңдап алды, сондықтан неге біздікі дәуірек, кішірек дейтін әңгіме болмайды зато, иә? Тамаша, дайын болсақ, таймерді қосып бастаймыз. Біздің блогерлерімізден тек қана қолдау және мотивация. Сосын бір 500 теңгелерін болса маған жіберіп салыңдар. Ал, мен отсчет бастаймын ба? Бисмилля. Ал кеттік. 1, 2, 3. Кет. Дәуіт аға, давайте. Бір жұқа жерін тауып бірден.
Не мешай. Не мешай. Жастармен жарысып оңай емес. Аларды қарасам екеуі де қосылып мен түскен тоқтап отырса көрейін құрсын. Қалқамайын намысқа тұрсайдар. Сәберген сияқты қойдың басын ұстап тұрсаңыздар болады деген сияқты. Ұстауға қорқып тұрмын просто. Басын бит. Разия басын бар да бит. Просто басып тұр жерге болды. Міне Сәберген сияқты тамаша. Нормально. Сайысқан кезде қиын болды деп айтпаймын, просто неден бұрын ондай машинкамен қой қақып көрмеген соң біріншіден, екіншіден нені қойды жарақаттап аламын ба деп қорқақтадым. Қойлардың денсаулығын байқаңыздар, терісін жұлып кетпеңіздер. Мәке келіңіз, майлап қоя. Все. Бізде әр блогер әртүрлі көмектесуде Разия желмен Ореке майлай салай. ұстап тұр. Майлау керек. Бізге де май, пожалуйста. Дәуіт аға, майлаңыз. Ага. Машинкамен ше қию дегенді бірінші рет көрдім. Қойдың жүнін қайшымен алады ғой, бірақ машинкамен бірінші рет көрдім. Мәке астынан төбеге қарай алу керек. Бірінші шақырады биікке. Главное, жарақаттап алмаңыз. Әні күшті істеп тұрсыз ғой, білмеймін дейсіз. Күшті істеп атсыз вообще. Нан жиннен маған шуба потом. Тише. Енді оңай емес, күннің ыстықтығы бар. Содан кейін Мадияраға да алғашқы рет жасады ау деймін, қателеспесем, қой қорқуды. Не істеріңді өліп жатырмын ғой? Жел барып жатыр ма хотя бы? Аяғынан көрші тұр екен. Нормально. Для тебя делаем, родной. Дәуіт аға уверенно, агрессивно болды ғой. Дәуіт аға бірінші рет өзі алып тұр екен машинкамен. Сосын айтқан ғой, Дәуіт аға давайте аяның шашын алғандай алыңыз деген ғой. Қатты беріліп кетті байқамай. Май жағып жібересіз ба, или жете ма? Жетеді. Майды әр 10 минут сайын жағады. Болды, сіз почти алдасыз. Мына жерде асықпай істейіңізші. Жарақаттап алмаңызшы. Асықпай істеңіз. Ага. Ой, байқаңыз. Күшті істеп атсыз. Байқаңыз. Мен байқағаным, Дәуіт ағаның қойы қатты жарақаттар алған болып көрінді маған. Шындайды, мен қойды қатты аяп кеттім. Уақытқа асығам деп біраз жерін жарақаттап алғанға ұқсайды негізі Дәуіт аға. Енді Дәуіт аға малмен жұмыс істеп көрген ғой біраз. Сол үшін де ол жеңіл жасай салған сияқты. Қаттандай бүйтіп аккуратностьқа мән бермей. Жалпы қойды бүйтіп аяқ қолын байлап қойып жатқан кезде жаман аяп отырамын мен. Тез болыңдар деп. Құрметті көрермендер, қай отбасылы жанкүйерлер дәл осы кезде жазып кетіңіздер. Енді қызған шағы басталды бізде. Мәке кішкене басып көріп. Енді көріңіз. Разия қалай болып отыр сізге? Маған түсініксіз болып отыр. Мен вообще көмектесіп жатқан жоқпын. Бастысы кедергі жасамауды тұрсыз ба? Иә. Тамаша. Братан, аударайық та? Дәке процесс қалай болып отыр? Ұнап жатыр ма? Жақсы. Әдемі болып отыр. Көңіліңіз толып отыр, иә? Иә. Сәберкен қалай екен қой қырқу?
Сәдеркин қой қырқу қалай екен? Прикольно. Да? Тіліп кетеді деп қорықтым. Сосын неден қорықтым? Қойдың бір андай қалай өмір сүруіне бір керек бір несі болады ғой. Тамырларына тиіп кетеді деп. Ойбай, болды ғой почти деп. Мәз болса. Осы сәрден тәтіп кетсек қой. Отаға аналар болып қалып кетті. Әжімдер бұйар қарай таптасың болады. Ол шақ-шақ бұрады, не? Бір жерлерінде андай қойдың жүнін алып көмтесейін деген едім. Сосын қойдың жүнін алып қалғанда сол кезде қатты тіліп кетті да. Сосын тиіспей ақ қойшы, сосын жарайды деп желдетіп отырдым, не істерімді білмей. Жеті минут 17 секунд өтті. Қазіргі уақытта бізде. Иә. Мадираға негізі көп жұмыста мен байқағаным уақытқа емес, сапаға қатты мән береді. Сапалы болған, тазалап, жақсылап тұрып. Қойды да қырыққан кезде негізі өте прям жақсы, таза, ровно қылып қырықты. Әдемі? Оралбек ағамыз басына көшті. Білмеймін, заман талабына сай өмір сүрген дұрыс қой, бірақ қайшы күшті сияқты, бірақ қай жер кесіп атқан көрінеді да. Машинка не алып атқан білмейсің ғой. Кеше Дәуіт ағаның біздің де қойларына қарайсың ғой, кейбір жеріне ойылып қалғандай ше. Апасын сияқты көрінді. Қайшыда ондай жоқ еді. Қорып. Сіздерде техасская резня бензопилой болып отыр. Болды. 10 минут 42 секунд Бәкенікі. Жарақаттанған жерлеріне А так бірінші жасаған соң ғана шығар, мүмкін қан сырап қалған. А так мүмкін күшті шығар. Иә, еще уақытқа. Водорода, пожалуйста. Мен, короче, былай болды. Біздің қасымда Оралбек аға тұрды. Сосын Оралбек аға қараймын, уже қырқып тастаған сияқты болды бұл қойдың жүнін. Сосын Дәуіт аға, давайте, тез, уже анақта болып жатыр, уже почти болып жатыр деп. Дәуіт аға асығып кетті да сол кезде. Біз уже қойдың жүнін қырқып болдық. Сосын Оралбек аға қарасақ, ол оказывается қойдың бір жағын ғана қырқып болыпты ғой. Мен ойлағам ғой, уже полностью қырқып болды деп. Сосын, неге асықтырдым? Уақыт бар екен ғой деп ойладым. Плед қой, плед. Кәдімгідей, иә, мамық, иә. Тише. Ай, саңдық саң. Сәдеркин қарыз. Басында тез алып жатырмын қатты. Соны қойдың бір-екі жерін терісін жарақаттап алғаннан кейін қорқып уже скорость азайтып алдым. Да. Ореке? Серлік көттесің. Андай. Қандай дәрісі бар, сон жаға салайық па, пока, может. Әлі күтеміз деген сөз. Жаға салайық па? Қолмен қырқатымыз қайшымен. Қайшы алып келдіңдер, сондай қайшымен қырқатымыз. Машинкамен кеше ғана қарап тұрмын, машинка ұстап кірген жоқ мен. Айырмашылығы жақсы екен, машинка тоқ қатты ғой, жеңіл кәдімгі. Қол үйренгенше.
Болды ма? Біз болдық. 15 минут 23 секунд. Өте салбырды. Болды, тоқтаңыз. Все. Енді мал шаруашылығы қанымызда бар дүние деп ойлаймын. Сол үшін әр қазақ ол дүниені білу керек шығар бәлкім. Сол үшін енді бізден жалпы мал шаруашылығынан хабардарсың ба десе, әрине деп айтамыз. Жақсы келіп отыр. Парасымен өзенге алып. Болды. Стоп басып беріңіз. 18 минут 42 секунд. Осымен сайыс аяқталды. Қойлардың жүні тап-таза болып, әп-әдемі ап-арық болып қалды. Осы сайысқа қатысқан біздің отағаларымызға бір шапалақ қояйық. Тамаша, күннің ыстығына қарамай, әйтеуір дегенде аман-есен бітірдік. Біздің блогерлер қатыспағанына шүкір деп тұрған шығар, іштей әйтпесе бұл жерде 10 минут, 15 минут емес, бір 4 айдай тұратын деп қатты асыра сілтеп жүрсем. Өзім істесем, егер маған қорқынышты болатын еді. Мен қатты қуандым блогерлар істемегеніне ол сайысты. Қиналушы едім мен. Негізі бәріміз қиналатын сияқтымыз. Дәке, мне кажется, мен ойлаймын, Дәке керемет алып шығатын еді, бірақ біз Разия екеуміз қиналатын сияқтымыз. Ендеше сайыстың нәтижесін айтуға Жәнібек мырзаға сөз береміз. Барлығын көрдіңіз, уақыт жағын көрдіңіз, қырқылу жағын деген сияқты сондай нәрселердің барлығын пункттермен айтып, біздің отбасыларға. Бүгінгі экспертіміз міне эксперт қой таза. Шек қарындағыдай емес, апа емес, ауылдағы. Не дейсіз, Жәке? Не деймін, жалпы маған айтып көңілімнен шықты. Сапасы орташа, бірақ бірінші рет қырып тұрған адамға өте жақсы нәтиже деп ойлаймын. Себебі 20 минуттан ешкім асырған жоқ. Мен ойладым, отбасылардың арасында мүмкін біреу 30 минуттан асырып жүреді деп, сондықтан біздің. Мен қатысқан жоқпын, мен қатыссам 30 минуттан асып кетеді. Мүмкін. Содан кейін енді бірнеше жаралар бар. Оны біз ауырған жоқ деп айтып тұршы. Бұл қойларда жаралар бар, оны біз ескердік. Және де барлықтарында прям түп-түзу емес, кейбір жерлерінде мысалы тұяқтарында, аяқтарында қалып қойған. Мәкеңде басында қалды. Ана жақта бас. Анау айтқандай қатты бір мынау дейтіндей қатты қателіктер жоқ, е? Жоқ, қатты қателіктер жоқ. Сапалары бірдей. Ешкім қансырап атқан жоқ, бәрі жақсы. Сапасы бірдей. Бірақ пока нәтиже айтар алдында мен сіздерге айтайын. Осы қойды қырық болғаннан кейін міндетті түрде дәріге суға түсіру керек. Себебі қазіргі үстіндегі жаралар ертең құрттап кетуі мүмкін. Шыбын шіркей отырады, шат сол жерге, сосын қой ауыра бастайды. Ал қандай дәрі-дәрмек қолдануға болады ол үшін? Ол неоцидол және креолин деген дәрілер болады. Бізде екі отбасы бірдей ұпай алды. Естеріңізге түсірейін, кім көп ұпай алды, сол ұтылды, кім аз ұпай алған, сол ұтқан деген. Аз-азақ екен. Так, Бутеш Мадияр 9 балл. Боспаев Оралбек 9 балл. Абдрахимов Дәуіт 8 балл. Тамаша. Өте тартысты ойын. Сендер ұттыңдар. Сіздер ұттыңдар. Тамаша тартысты. Уақытты айтайын, Мадиярдікі 18 минут болды, Оралбектікі 15 минут болды, ал Дәуіт ағамыздікі 10 минут болды. Енді 8-9 балл болып тұр ғой, қандай қалай болады, не істейміз? Мысалы үшін 2-9 болып қалды. Енді уақытқа қараймыз. Уақытқа қарайсыздар? Ең көп қырыққан бізде Мәке, Мадияр. Яғни онда бізде бірінші орында Дәуіт ағамыз, екінші орында Оралбек ағамыз, үшінші орында Мадияр ағамыз алды, менің дұрыс санауым бойынша. Дұрыс, солай болды. Тамаша, 8-9 балмен өте тартысты болды. Ешқандай алып кетер разница жоқ екен, біреуінде 3, біреуінде 14 деген сияқты емес. Осымен біздің сайысымыз аяқталды. Құрметті ағалар, жалпы қой қорқумен жақсы таныстыңыздар деп үміттенеміз.
Енді ары қарай 1-2 жарақаттар болса, жаңағы айтқан дәрілермен бір шайып жіберіп, немесе суға түсіріп деген сияқты сондай нәрселермен. Семіз спрей деген шығар. Ау? Чемис спрей де болады. Иә. Тамаша, Ореке біліп тұр екенсіз ғой өзіңіз. Қандай мектепте сабақты біліп тұрып сұрайтындар болады ғой, сол жақта болды. Шай сұрақ қоя бермеңдер, шай. Жаримся. Сайысымыз аяқталды. Біз Осы қозылардың көрмесіне бүгін керемет бауырымыз келіп отыр өнер көрсетуге арамызға. Қабдол бауырым. Сол машинкамен жеңіл екен, бағана 1-2 қой қырқып көрдім тағы да. Құра тұрғанша 1-2 сағат көрейінші деп. Нормально, тұр 20 минутта бір қой шығардым. Неожиданно. Тамаша, біз ары қарай жылжимыз. Жәнібек мырзаға эксперттік сайыс үшін рахмет. Сіздерге де рахмет, достар. Рахмет. Тамаша. Мына жағыңа да істей бер, астын көрмейді деп айтты ғой, мына жерін бұра берме. Астын көргенде Бәріне сәлем, құрметті біздің сүйікті көрермендеріміз. Бізде кезекті шығарылымның соңына жетіп қалдық. Осы жиналатын жерімізде бүгін күшті күн болып тұр. Желсіз, тамаша, көңіл-күйлерің жақсы ма бәрінде? Керемет. Айтпақшы, жаңа киімдеріңіз құтты болсын, өте әдемі, толағай жарысы болып отырсыздар. Сәлден кейін дәу шарикке бүйтіп кіретін болып отырсыздар. мен армандағам осы толағай деген қатысам деп ше. Бірақ өз отбасыммен қатысам деп ойлайтын ғой бір уақыт. Бірақ мен Құнардан күтіп жүрмін деп. Құнардағы отбасымен қатысып жүрмін. Болды. Сіздің заказыңыз қабылданды. Біз де келесі бір 2-3 сайыстың біреуін толағай қыламыз. Келісесіздер ма? Иә. Ау? Пожалуйста, бронь тауып бердім. Зарплатаңнан жырып 20 000 бер маған. Мен біздің режиссерімізге айтып жатырмын. Жәнібек ағай. Жәнібек аға? Жаңа ол кісі қойларды тексерді, қораны тексерді ғой. Сөйтіп және, сен білмеймін ғой, менен сұрағансың. Бірдеңе айтады деп күтіп отырсыздар ма? Бізде осы шығарылымда 2 жарыс болды. Біреу отбасылық, біреу блогерлік. Енді қой қырқу ең бірінші жарысымыз. Сол жарыста бізде 8-9 ұпаймен жарыс аяқталған еді. Бірінші орынды бізде Дәуіт ағамыз жеңіп алды. Тамаша. Екінші мен үшінші орында бізде ұпай сандары бірдей болды, бірақ уақытқа байланысты дей отыра бізде екінші орынды Оралбек, Орекең жеңді. Ой, я. Не қауіпті зона деп. Бәрің бір қауіпті зонаға түскеніміз көріп қалдық. Бәрі осыған дейін ертең шыққанда айтсыңдар барлықтарың, иә. Қауіпті зона бір түсіп қалған еді, соны бәрің айтып әйттерек. Иә. Тамаша пародия үшін Дәкеге +1 қозы. Әр нәрсеге қоса беретін болсаң. Және үшінші орында алған Мәке осы қой қырқуда аман есен өткендеріңізге шапалақ ұрып қойыңыздар. Келесі шығарылымдарда ертең арғыннан бастап уже қойларыңызды полностью. Блогерсіз айтсайшы. Қойды 40 сағат қойшы, бүгін күн суып кетті ше, ана жүндерін сұрап жатыр қойлар. Жаңа біреу бүйтіп жамылып жатыр ғой, біреу өткен. Біздің қойлар плетпен жүр ғой қойладан. Тамаша 2 қозы плюсына әзіл үшін. Сосын бізде екінші сайыс блогерлік сайыс болған. Ол сайысты сіздер менсінбей, шын ба, шын емес па деп. Біздің балалық кезде міне ағаларымыздан, жеңгелерімізден сұрай. Баяғыда бүйтіп көлде, бүйтіп тас лақтырасында не жерге тиеді дейтін бар еді ғой. Соны жарысқысақ бұлар ойбай ондай жоқ деп қабылдамай, бірақ ойнады әйтеуір өйтіп. Сол жарыста бізде бірінші орынға ие болған Шатке! Шума, дайте мне шума. Таспен жеңіп кетті. Пашумен. Таспен атқан. Нені? Бірінші орын дегенде. Ойбай шапалар отыр ғой. Көре алмайды. Басынан билететші. Бірінші орында иеленген Сабир кейін. Болды, бас тесіліп қалды анам. Бастан бірден қалды. Төй, миың түсіп қалды әне. Десең. Тамаша. Просто трикон, мен кемес қыл, Орекеңдікі болғансың, аунап жүрмді. Екінші орында бізде Дәкенің өзі жеңіп алды, тамаша. Я қауыптаймақ деп, я. Және үшінші орында негізі басын күшті болып бастап атқан, дәл солай бесеуінде атса бірінші орын болатын еді. Разия біреуінде тасты бүйтті ол жерге ұрды ғой. Міне де тамаша, осындай күшті жарыс болды. Мадияр ағаның тұтқан қолын қайтарып алдым. Машинкамен ба? Құдайға шүкір деп айтам. Мен сол үшін жүрмін бұл жерде. Осы шығарылымда сонда ешкім ештеңе істелмеді. Так, егер осы Құнар жобасының соңына дейін екінші орын ала берсек ортасында ше, олар сөйтіп ұтылып болдыңыздар ма күшті нәрсе? Біз ұтамыз. Енді осыған дейінгі
осыған дейінгі сіздердің сандарыңызды айтып жіберейін, иә, қойларыңыздың. Бізде Сабиркиннің отбасында 27 қой, Разияның отбасында 31 қой, және Дәкенің отбасында 35 қой екен. Бұл Дәке қуаныш би ма, қайсы? Жоқ, бұл 4 қой артық бізден би. Тамаша. Ұялып отырсыз ба, жеңге? Бұл біздің бала емес, біз Мен асыраған. де негізі Дәкені сияқты кішкене қуып кетем. Бірақ өзім тоқтап үлгеремін да. 5 баласы бар екен, есіне түсіп кетті. Және бізде сосын төлдерді қосқан едік. Разияның отбасында 26, енді бір екеуі, тағы бір 2-3 қозы болайын деп жатыр. Жоқ, ол мартпен. 26, Сабиркиндерде 29, және біздің Дәкелерде 30 болып тұр екен, иә? Өйткені 2 егіз бар екен. Сонымен жалпы қосқан кезде Сабиркиндерде 56 қой, Разияларда 57 қой, және Дәкелерде 3465. Каталог. Және Дәкелерде 65, 56, 57, 65 деген. Осындай бізде осындай нәтиже болып тұр. Қазірге дейін бір шапа барып қойыңыздар, тамаша. 56, 57, 65 дегеніңіз. Шанс бар. Возможно, егер де мен барлық сайыс тұтатын болсақ, барлығы Мадияр аға да қадапсап, екі ағаны сөйтіп ұтатын болса, шанс бар. Но я сомневаюсь. Мен өзімнен де күмәнданып тұрмын, өйткені мен барлық сайыстан ұтып жүрген жоқпын. Дәке сильный соперник, Разия да сильная. Уже бір 150-180 қойдай бар екен ғой, үш отбасында, сәл-сәл қосып жіберсеңіздер 1000 болады, сөйтіп бай болып кетсеңіздер деген ойымыз. Жоқ, бәрі ұтылып қалам деген жоқ қой, өйткені мүмкін бір 3-4 ұтылып қалам андай. Действительно, қолымнан келмейді, көрермендер үйреніп қалды ғой маған. Қолымнан келмейді дүниелерді, қолымнан келмейді деп айтам. Ұтылған жерлерді мойындаймын. Ұтқан жерлерім болса, мен ұтып тұрып ұтылып қалсам, тағы да андай кипиш шығаратын жерлерім бар. Жоқ, мен өзім түсініп тұрмын, то что біздің жаңағы басында төлдеген қойларды біз 31 қойдың саны ішіне кіріп тұр да енді. Басында төлдеген қойлар 3 қойды 31 қойдың ішіне кіргізіп тұрсыңдар ғой сендер, получается. Түсініп тұрмын оны. Бірақ білмеймін, короче, қатты отрыв болып кеткеннен кейін ба, қалай, типа 65-57 деген сияқты. Сосын біз бүгін Жәнек мырзамен қораларыңызға барып, не қызық, не жаңалық болып жатыр деп сой күйлерін көріп деген сияқты. Ол бәріне Жәкең жауап береді. Мен бәрін әдемі деп ойлаймын сіздердің қойларыңызды, қозыларыңызды сұлу деп ойлаймын. Бұзауға байланысты айтпақшы, жаңалықтарда бізде Мәкеңдерде 2 бұзау, иә? Разияларда 1 бұзау. Біз дедомнан аламыз деп отырмыз. Орекең кеше бір бұқамен бірдеңе қосып өзі бірдеңелер тындырып жүр екен, Орекең. Бұқа деп өзін айтты ол. Сөйтіп Орекеңдерден де жақсы жаңалық күтеміз. Токсикоз екеуі. Сіздердің үйлеріңізде де бұзаудың дауысы шықсын. Десе. Жалпы, баған Жәкең айтып кеткенде ертең еркек тоқтыларды 5-6 ай болған кезде сатамыз деді, сөйтіп, уже ақшалы түсейін деп жатыр, күшті, жалпы настроениені көтеретін. Мен есептеп қойдым қанша ақша түсетінін. Қанша? Примерно базарға барсақ, сатсақ 600-700 мың теңге түседі екен. Әне. Тоқтыларды сататын болса. Ана еркектерді ғана. Женскийді алып қаламыз ғой да? Осындай жалпы осындай вайбқа толы, ешкімді ренжітпейтін бір сайысымыз Жоқ, ренжідік. шығарылым болды. Отқанымыз ренжіп отырсың. Келесі сайыстарға өздеріңіздің идеяларыңыз болса айтыңыздар, солай. Может, ақылдасайық десем. Енді көлден тұрып жерге тасатайық. Айттың ғой, біліп қойыпты біздің келесі. Қойға жын жабыстырып жақсы. Ол үшін бір ангус берейік еще, тамаша. Сөйтіп қиын қыз берсін. Қамыр жайып жарсайық мысалға. Мен айырып жіберем екеуін. Бірақ оған Дәке ешқашан жаймаған. Разия да бәлкім может жаймаған қамыр. Ол енді келін болып түскен қыз. Ол айтады, мен өмірі қамыр жаймағам қалай деп. Қамыр илеу шыртам. Сабиркин ол кеше ғана келген келін. Разия да кеше ғана келген келіндер. Осымен бүгінгі жобамыздың кезекті шығарылымы аяқталды. Осы жобамызды қолдаған біздің демеушілеріміз Куста Групп және Казбив компанияларына алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің
жобамыздың аяқталуына санаулы шығарындар ғана қалды. Қай отбасыға жанкүйерсіздер, осылар ұтып кетсе ғой деген комментарийларыңызды көптеп жазыңыздар. Өйткені бұл кісілерге одан сайын жақсы мотивация, келесі сайыстарға тыңғылықты дайындалуға, барша жауапкершілікпен келуге деген сияқты. Сосын келесі маусымды күтесіздер ме, келесі маусым болса екен деген идеяларыңыз болса, оны да жазып кетіңіздер. Келесі маусымда аңсаған жүргізуші болсын дегенде өзім жазамын. Өзім көп жазамын, туыстарыма жіберіп қойдым. Вот осындай. Келесі сайыстарды біз келесі сайысты уже ойлап қойдық, сіздерді ұрыстыратын сайыс ойлап табамыз деп шештік. Өйткені бәріңіз күшті болып отырсыздар. Бізге ол керек емес. Бізге сіздердің қырылғандарыңыз, бет тырнасқандарыңыз керек. Сёмка бітті деген соң да бір жарты сағат тұрып талқылайтындай керек болып тұр ғой анда ше. Камера өшкен кезде анау кетіп баратып сөйлеп жатыр. Камера өшкен кезде де өшті ма деп сұрап алып ұрсатындай жарыстар керек. Және оны біз требовать етеміз. Мен осы сәтті пайдалана отырып Шымкент қаласындағы әке-шешеме сәлем жолдаймын. Атар қаласы, морской пехота, ассалаумағалейкум. Тамаша, құрметті көрермендер, аман сау болыңыздар. Бұл Құнар плюс жобасы жақындарыңызға айтып жүріңіздер, өйткені бұл жақындарыңызға айтатын жоба. Орекеңде мен де сәлем жолдайыншы дейді. Ол міне Орекең. Айтса, жаңа айтыңызшы бір әзілсіз айттыңыз ғой. Давай. Жоқ. Айтыңызшы. Ореке? Тещіме дейді. Тещіме сәлем жолдаймын. Қай айтыңызшы аты кім? Жырқындамай айтсын. Міне бет ұрысы басталды. Оны айттым, қызын алғанда дәлелей. Тещесіне. Еліп сәлем беріп. Аты кім тещесінің? Аты білмейді ғой. Атын айтуға болмайды? Мана түсмейді соң. Ата-енең атын айтуға болмайды. Жоқ, келін емес. Все, Оралбек, Ақсеңгір ауылындағы Оралбек ағамыздың ата-енесіне сәлем жолдаймыз. Берем. Тамаша, аман сау болыңыздар. Болды, қырылмай ма? Интервью мен беремін. Мына жерде жай бит жүреміз. Қазақ елінің Аңсаған. Завхоз қандай міндет атқарады? Кім олар? Оралбек лучше всех. Сен жылқыны ұрлап сатып жүр ма? Бірақ басында көп отбасы Құнар жобасына қатысудан бас тартқан болатын.